Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 48-ші сабақ. Тақырыбымыз көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға қалдықпен жазбаша бөлу. Бүгінгі сабақта көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға қалдықпен жазбаша бөлуді орындауды үйренетін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма. Қалдықпен бөлуді орында. Барлық қалдықтардың қосындысын тап. Шыққан санды 1972 санына арттырсаң, Нұр-Сұлтан қаласындағы Евразия ұлттық университетіне қай жылы Лев Гумилев аты берілгенін білесің. Лев Гумилев 20 ғасырдың көрнекті ғалымы, тарих және география саласының маманы. Азия және Еуропа халықтарының тарихы туралы көптеген еңбектердің авторы. Яғни бізде берілген 242 бөлінген 9, 97 бөлінген 7, 83 бөлінген 8, 96 бөлінген 5, 103 бөлінген 8, 92 бөлінген 8. Енді осы бөлінділерді орындап, қалдықтарды қалған қалдықтарды біз бір-біріне қосамыз. 242-ні 9-ға бөлгенде 26, 8 қалдық шығады. 97-ні бөлеміз 7-ге 13, 6 қалдық. 83 бөлеміз 8, 10, 3 қалдық. 96 бөлеміз 5, 19, 1 қалдық. 103 бөлеміз 8, 12, 7 қалдық. 92 бөлеміз 8, 11, 4 қалдық. Енді осы қалдықтардың барлығын қосқанда бізде 29 қалдықтар шықты. Осы 29-ды 1972-ге қосқанда бізде 2001 деген сан шықты. Яғни жауабымыз жаңағы Лев Гумилевтің атын 2001 жылы берілген екен. Енді екінші есеп. Екінші есепті есептемес бұрын ережеге назар аударайық. Бізде А бөлінген Б тең С. R қалдық, қалдықпен бөлуді тексеру формуласы. Яғни біз В-ны көбейтеміз С-ға, қосамыз R. R дегеніміз қалдық. Яғни жаңағы бөлуді көбейтумен тексереміз ғой, дәл солай тексереміз және қалдықты қосамыз. А бөлінгіш, Б бөлгіш, С бөліндінің мәні. R қалдық. Екінші есеп. Екінші есеп бізде 123 бөлінген 4, 30 шығады, 3 қалдық қалады екен. 223 бөлінген 4, 55 шығады, 3 қалдық. 214 бөлінген 7, 30, 4 қалдық. 215, 7, 30, 5 қалдық. 723, 6, 120, 3 қалдық. 724, 6, бөлеміз 6-ны 124 қалдық қалады екен. Келесі есеп 18-ге, 46-ға, 12-ге, 28-ге, 32 бөлген кезде қандай қалдық қалуы мүмкін? 18-ге бөлген кезде 18-ден кіші қалдық қалуы мүмкін. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, яғни 17-ден жаңағы 18-ден аз, яғни 17-ден бастап 1-ге дейінгі сандар қалуы мүмкін. 46-ға бөлген кезде 46-дан кіші қалдық қалуы мүмкін, яғни 45-ден бір санына дейін қалдық қалуы мүмкін. 12 бөлген кезде 12-ден, яғни 11-ден бір санына дейін қалдық қалуы мүмкін. 28-ге бөлген кезде 27-ден жаңағы 1-ге дейінгі сандар жаңағы қалдық болып қалуы мүмкін. Қалдық әрі қашанда жаңағы бөлгіштен бөліндінен ең кішкентай болады. Яғни 18-ге бөлген кезде қандай қалдық қалуы мүмкін дейді. Сонда бізде әрі қашанда кіші болады. 32-ге бөлген кезде 32-ден кіші қалдық қалуы мүмкін. 31-ден 1 аралығында қалдық қалуы мүмкін. Үшінші есеп. Есептеу тәсілдерін қарастыры. Екі таңбалы санға бөлу алгоритмін қолданып бөлуді қалай орындалғанын түсіндір. Бірінші, 325 бөлінген 65. Енді біз 5-тен береміз. 5-ке көбейтеміз 25, 5-і 2-сі ойда.
6-ны 5-ке көбейтеміз 30, 2-ні қосамыз ойдағы 325, 0 қалады, иә? Енді бұл жерде қалдықсыз шығып тұр. Енді екіншісінде 116-ны 22-ке бөлгенде 116-ның ішінде 22 5 рет кездеседі. 5-ті 22-ке көбейткенде 110 шығады. Сонда бізде 6 қалдық қалады. Енді тексеру үшін біз 22-ні 5-ке көбейтіп аламыз. 110 шықты. 110-ға 6 қалдықты қосамыз. Сонда 116 деген сан шығады екен. Төртінші есеп бізде мына сандардағы цифрлардың қосындысы нешеге тең дейді. Есепте бізде 231, 7887, 624, 34281 және 378 деген сан берілген. Осыларды біз қосып алуымыз керек. Яғни бізде 231, 2 қосылған 3, қосылған 1 тең 6. 6-ны бөлеміз 3-ке 2. Екіншісі 7887, 7 қосамыз 8, қосамыз 8, қосамыз 7, 30. 30-ды 3-ке бөлеміз 10-ға. 10 тең, 624, яғни 6-ны қосамыз 2-ге, қосамыз 4-ке, 12 болады. 12-ні 3-ке бөлеміз, яғни 4. Неге 3-ке бөліп жатырмыз? Өйткені қосу нәтижесінде алынған сан 3-ке бөлінеме дейді. Яғни 3-ке бөліп тексеріп жатырмыз. Төртіншісі 34281, 3 қосылған 4, қосылған 2, қосылған 8, қосылған 1, 18 болады. 18-ді 3-ке бөлгенде 6 шығады. 18-ді 9-ға бөлгенде 2 шығады. Бұл 3-ке де 9-ға да бөлінетін сан екен. 378, яғни 3 қосылған 7, қосылған 8, 18, 18-ді 3-ке бөлеміз 6, 18-ді бөлеміз 9-ға тең 2. Яғни бұл дегеніміз 3-ке де 9-ға да бөлінетті екен. 3-ке бөлінетін сандар 234 және 900, 234 3-ке бөлінеді, 932, 243, 936, 87 және 573. 3-ке де 9-ға да бөлінетін сандар ол 234, 972, 243, 936 сандар екен. Бесіншісі, қалдықпен бөлуді орында және тексер. Бізде берілген 297 бөлу 98. Бізде болады 3 қалдық шығады екен. 348 бөлінген 69 тең 5, 3 қалдық. 837 бөлінген 91, 9, 18 қалдық. 426 бөлінген 84 тең болады 5, 6 қалдық. Келесі 558 бөлінген 78, 7, 12 қалдық. Дәл осы түрде қалғандарында шығарып тексереміз. Алтыншысы, 9-ға бөлген кезде қандай қалдық қалады? Қалдықпен бөлуге есеп құрастыр. 9-ға бөлген кезде 9-дан кіші, яғни 8-ден 1-ге дейінгі сандар қалдық болып қалуы мүмкін. 786 бөлінген 7, 112, 2 қалдық. 1452 бөлеміз 9, 161, 3 қалдық. 854 бөлеміз 6, 142, 2 қалдық. Дәл осы түрде біз тексереміз. Яғни 142-ні көбейтеміз 6-ға, 852 болды. 852-ге 2 қалдықты қосамыз, сонда 854 болады екен. Жетінші есеп. Есепті шығар, есептегі барлық мәліметтерді өзгертіп, оны қайтадан шығар дейді. Кітапхана залында әр қайсысында 6 сөреден 30 шкаф бар. Әр сөреге 20 кітаптан қойылған. Залда барлығы неше кітап бар? Яғни 6 сөреден 30 шкаф, әр сөреде 20 кітап, барлығы неше кітап дейді. Бірінші барлық сөрені тауып алуымыз керек. 6-ны 30-ға көбейтеміз 180, 180-ді 20-ға көбейтеміз 3600, яғни кітапханада барлығы 3600 кітап бар екен. Енді біз жаңағы есепті өзгертеміз. 12 сөреден 25 шкаф, әр сөреде 10 кітап. Барлығы қанша? 12-ні 25-ге көбейтеміз 300, барлық сөре саны. 300-ді 10-ға көбейтеміз 3000. Яғни кітапханада 3000 кітап болған екен. 8-ші есеп.
Екінші бөшкеге қарағанда бірінші бөшкеде 20 литр су артық болды. Әр бөшкеде тағы да 15 литрден су құйылды бөшкеге. Қай бөшкенің суы артық, қанша литр артық? Егер бірінші бөшкеге 15 литр, ал екіншісіне 10 литр су құйылған болса, онда есептің жауабы арта ма, әлде кеми ме? Яғни, бірінші бөшке белгісіз 20 литр артық, екіншісінен, екінші бөшке белгісіз құйылды 15 литрден әр бөшкеге. Енді x қосылған 20 қосылған 15 тең x қосамыз 35 литр бірінші бөшке. Екіншісі x қосылған 15 литр. Екінші бөшке. X қосамыз 35 артық, x қосамыз 15. Яғни жақшаның ішінде x қосылған 35 азайтамыз. X жақшаның ішінде қосылған 15 тең 20 литр. Бірінші бөшкеде су 20 литрге артық болған екен. 9-шы есеп қалдықпен бөлуді орындап тексереміз. Яғни біріншісі 279 бөлінген 46. Бізде 6-дан береміз. Яғни 276 шығады көбейткенде 3 қалдық. Оны тексеру үшін 46-ны 6-ға көбейтеміз. 276, 276-ға 3 қалдықты қосамыз, 279 деген сан шығады екен. Дәл осы түрде келесі есептерді де шығарамыз.